Құрметті достар, құрметті ұстаздар, бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Сабақты бастамас бұрын мен барлықтарыңызға өзімнің жылы тілегімді білдіргім келеді. Сәтті өтіп, сабақтан жақсы ой мен жаңа әсер алайық. Менің қолымдағы жүрек мейірім мен жылулықтың нышаны. Осы жүректе жылы көңілмен сабағымызды бастайық. Қазір сендерді әрқайсылар бағаларында сіздер бағалауға кандидат тапсырды берілген. Бүгінгі тақырыпқа байланысты әр тапсырма орындаған сайын дискретторға байланысты интервал әдісі арқылы интервал қойып бағалап отырамыз. Және алтарда тағы бізге берілген қима қағаз. Бұл бізде сабақ соңындағы кері байланысқа қажет болады. Дүниеге ескеріп шетінен қойып қоямыз. Тапсырма. Және бұған сіздерді әр тапсырма сайын өздері көріп отырғандай, мен өзім де бірге бағалап отырамын. Яғни әрқайсының ұпайыңыз бізге көз алдыңызда көрініп тұратын болып отырады. Жақсы ма? Ал бүгін біздің өтейін деп отырған тақырып біз алдыңғы сабақта бір сабақ қарастырған болатынбыз. Мен сіздерге барлық қасиеттері барлығын түсіндірген болатынмын. Және бұл тақырыпты қайталау үшін мен әр қатарға, яғни бірінші, екінші, үшінші қатар топқа бөліп үйге тапсырма берген болатынмын. Жаңа тақырып бойынша мысал есептерді қарастырып келуге. Жақсы, бірінші қатар бізде бірінші топ келе қалды тапсырмасы. Не башладым, істеп тақырып берген квадрат теңізде бізге берген квадрат теңізде квадрат теңізде нөлден үлкен, оны дискриминант арқылы шығарамыз. Дискриминанттың мәні нөлден үлкен болғандықтан оны x1 x2-ін табамыз. x1 үлкен минус 4-тен x2 үлкен минус 2-ден бөледі. Шыққан мәнді координат алып түзуге түсіріп, интервалдарға бөлеміз. Интервалдың оң немесе теріс екенін аның мәніне қарап білеміз. Аның мәні нөлден үлкен болса, оң таңбамен беріледі, нөлден кіші болса, теріс таңбамен белгіленеді. Біздің теңсіздікте аның мәні оң таңбамен белгіленгеннен кейін интервалдың соң таңбасында плюс қойып, аралары минус плюске жалғасып кетеді. Бізде жауабы минус шексіздіктен минус 4-ге дейін бірігеді, минус 2-ден 1-ден плюс шексіздікке дейін. Біз плюс аралықтарды алып өткенде біздің теңсіздігіміз нөлден үлкен. Бізге берілген қатаң емес бөлшек рационалдық теңсіздік бұл мәнді алдында бөлімде нөлге тең аламыз. Алдымен бөлімі нөлге тең болғаннан кейін координат өріске салып интервалдарға бөлеміз. Яғни бұл жерде интервалдың таңбасы оң немесе теріс екенін анықтау үшін бізге берілген бөлшек рационал теңсіздіктің аның мәніне қараймыз. Алдындағы аның мәніне қараймыз. Аның мәні бізде оң болғандықтан біз интервалдың соңын оң таңбамен бастаймыз. Яғни бұл жерге қатарына біз 2 минус қоямыз, себебі бізде 0 2 рет қайталанғаннан кейін минус 2 рет қайталанып қойылады интервалға. Соңына басына плюс қоямыз. Жауапқа алынады минус шексіздіктен минус 3-ге дейін сан аралықтары минус 3-ті қоса алғанда бірігеді. 4-тен плюс шексіздікке дейін сан аралықтары 4-ті қоса алғанда. Бұл жерде бізде екордың айының квадраты бірден үлкен болып берілген. Бұл жерде біз қысқаша тобының формуласын қолдану арқылы біз квадрат теңсіздікті түрленіп аламыз. Содан соң біз дискриминанттың тауып аламыз. Яғни дискриминанттың мәні нөлден үлкен болғандықтан біз оның x-тің 2 мәнін қамызды алдық. Содан соң біз координаталық түзуге салып алып, содан соң біз оны салып интервалдарға бөлдік. Бізде аның мәні нөлден үлкен болғандықтан біз оң мәнді алдық. Болғанмен қартадан бастаймын. Теңсіздік нөлден үлкен болғандықтан оң таңбалы аралықтарды жауапқа алдық. Яғни жауап минус шексіздіктен 3-ге дейін бірігеді, 7-тен плюс шексіздікке дейін сан аралықтары. Тапсырма бойынша көршімен бөліс әдісі арқылы тапсырманы көршімізбен алғақтайтқанын жауап берген кестендіріп, одан кейін маған айтамыз. Көрші көмек біздің сабақ тақырыбы екен. Яғни біз бүгін рационал теңсіздіктерді шешуді үйренетін боламыз. Яғни біз сендер бүгін рационал теңсіздіктерді шешесіздер, және оларды интервал әдісін пайдалана отырып шешесіздер, және оларды сіздер түрлендіріп интервал әдісін, яғни түрлендіру дегенде біз жаңа қолдандық. Жақсы бала, олай болса біз енді қазір бір ойын ойнап алайық, балалар, мен ол ойын ойнап алайық.
Bunu biz жұптық тапсырмалар ретінде орындаймыз. Қазір әр жұптан бір оқушы келіп, кез келген доминаны таңдап, өзіміздің жұбымызды анықтап алайық. Қай жұп болатынымызды кезектен кезек келе береді, уақыт қалмай. Мышкамен жасалып. Қай жұп болдық? 3 жарысы. Бас. Қай жұп болдық? 5 жарысы. Әр жұптан тапсырма. Тыңдаңдар мені. Қараңдар, дискриптор берілген дискрипторға қарай отырып тапсырма орындаймыз. Әр жұп өзінің тапсырмасын орындайды. Алдымыздағы мен қағаз қойдым, қағазға фломастермен жақсылап соны қорғайтын боламыз. Одан кейін 5 минут уақыт болғаннан кейін шығып қорғаймыздағы да мен оны тапсырамыз. Егер сіздер дұрыс жауап болса, ол біздің дұрыс жауап мұнда берілген. Жақсы ма? 5 минут уақыт береміз. Жақсы, онда мен доминаны бастадым. X бізде бірінші жұпта басталады екен. Бірінші жұпта бірінші қорғап аламыз. Қорғағаннан кейін барып, жауабымыз бар екен. Қараймыз, иә. Балалар мұқият тыңдаймыз. Жәнеге көрінеді ғой, иә? Кішкене майдан көрінді ма? Бізде бөлінген бөлшек рационал теңсіздік. Біз бөлшек рационал теңсіздіктің алымында бөлімінде нөлге теңеп аламыз. Бізде нөлге теңеместен бұрын біз алымын қысқаша көбейту формуласына келтіруіміз керек. Біз қысқаша көбейту формуласына келтіргеннен кейін біз оны жеке-жеке нөлге теңеп аламыз. Біз нөлге теңедік, сонда бізде шыққан жауабымыз -2 және 2 және -1,5. Біз оны координаталық түзуге салып интервалдарын бөлеміз. Интервал соңынан бастап оңнан басталады, себебі аның мәні нөлден үлкен. Бізде шыққан жауабымыз -2 санақ аралығында -2 және -1,5 санақ аралықтары және -2-ні қоса алғанда 1-ге 2 және 2-ден -8-ге дейін санақ аралықтарында. Бізде бұл жерде біз оң таңбалар арасындағы сандар алып отырмыз. Бізде теңсіздік берілген, біз оның шешімін дискриминант арқылы таптық. Яғни дискриминант бізде нөлден үлкен болғандықтан біз x-ні 2 мәнін қарастырдық. Және де теңсіздік нөлден кіші болғандықтан біз оң аралықтарды жауап аламыз. Және біз аның мәні нөлден кіші болғандықтан біз минус жауапты аламыз. Жауабы -0,6 және 1. Қателігіміз кететін болса, бізде теңсіздік нөлден кіші болғандықтан біз теріс аралық жауап алдық. Яғни бізде жауабы -0,6-тан 1-ге дейінгі саналықтар. Бізде қандай теңсіздік берілген екен? Қатар теңсіздік сол себепті. Жауабымыз бар ма? Келісеміз балалар? Өз қателерін өздері Гүлсімнің қатесін жақсылап түзеп кетті, иә? Жауабымыз бар ма екен сәйкес? Гүлсім мен Жақсылыққа жалпы өздерін алған дискриптор бойынша 4 ұпайларын береді. Бізге квадрат теңсіздік берілген. Біз квадрат теңсіздікті жақшаға алып, оны жақшадан шығарамыз. Жақшадан шыққан кезде ол x -2 бар, x + 2 болып шығады. Оны координаталық түзуге түсіріп, интервалдарға бөлеміз. Интервалдың оң немесе терісіген аның мәніне қарап білеміз. Аның мәні 10 болғаннан кейін интервалдың соңына бастап плюс қойып, араға -1 жалғаса береді. Бізде жауап -2-ден 2-ге шейін. Ал біріншісінде де жауаптарың бар ма? Берілген ойында. Ал, сендерге сұрақ. Келісеміз ба? Жоқ. Келіспейміз ба? Кім түзетіп береді? Жақсылық түзетіп береміз? Ол өйткені олар әр жақшаны нөлге теңемеді. Одан бұрын не істеу керек? Кім бірден тақтаға орындап береді? Тез. Гүлсім, жақсы, тез. Қатесін тауып түсіндіріп жіберейікші, беріп Жақсылыққа. Ой, Жандарбекке. Есепті берген қолын алды, бірден тез. Бізде қазір бұны дұрыс жауабын қоймайынша келесі ойыншын шығара алмаймыз ғой, иә? Егер келесі біз қайсысы келетінін таппаймыз. Айтып отыр, түсіндіріп отыр, беріп Жандарбекке. Гүлсім қазір қадам жасап жатқан. Түсінсін, қателерін тапсын, иә? Ол қысқаша көбейту формуласын қолдану арқылы шығарып аламыз. Одан бұрын не істедік? Одан бұрын Ортақ көбейту, иә? Теріс деп отырсыз.
ортақ көбік шашасы да шығарған негізі ол берген. Бірақ бір қадамды ұмытқан. Бізде жақшаның сыртында жақшаның ішінде нөлге теңестірмені қалдырып қойған екен, иә. Түсіндік па, бері қай жерін қалдырып қойған Жандарбек? Ары қарай қадамы негізі дұрыс қадам жасаған, иә. Қысқаша жазып кете қойды. Үлкен жауап шығу керек бізге. Одан қадаммен келісеміз ғой, иә. Ол қай форманы қолдандық біз? Бері қай форманы қолдандық түрлендіру үшін? Біз түрлендірдік қой. Нені қолдандық? Не арқылы түрлендірдік? Қысқаша көбейту формуласы арқылы біз түрлендірдік, иә. Қай түрімен? Қысқаша көбейтудің қай формасы? Қай формасын қолдандық? Қай формасы қолданылды? Мына есепте қысқаша көбейтудің қай формасы қолданылды? А квадрат минус Б квадраттарын айырымы, иә. Бізде нүкте қатаң емес болды, иә. Енді, жақсы. Бергі айта қойшы, ендігі жауабың қандай болады сонда сенің? Жаза қойшы жауабыңда қандай болады сонда? Қай аралық жауап қаламыз біз? Біздің жақшы, неге дейінгі? Жақшы, бізде қандай теңсіздік еді? Жақшамыз қандай болатын еді? Дұрыс боялған, боялса ол тек жақша болады, қою нүкте болады. Жақшаны аяқтасам, екіге дейінгі сан аралығы немен нені қоса алғанда? Нөлмен екінші де қандай болады? Екінші минус екісікке минус екіге қоса алғанда біргені нөлден екіге қоса алғанда нөлден екіге қоса алғанда Бізге қатаң емес теңсіздік берілген. Әр жақшаны нөлге теңеп аламыз. Әр жақшаны нөлге теңеп алғаннан кейін категориялық түзуге салып интервалдарға бөлеміз. Яғни интервалдың таңбаларын оң немесе теріс екенін бізге берілген есептің аның мәнінен қараймыз. Аның мәні бізде оң болғандықтан біз интервалды оң мәнмен бастаймыз. Жауабы? Яғни бізде қатаң емес болғандықтан бұл интервалдың нүктелері боялады. Жауабы минус 5 пен 4-ті қоса алғанда. Минус 5-тен. Қалай? Дұрыстайыншы, Айбекен? Минус 5 пен минус 4 сан аралықтарын және минус 5 пен минус 4-ті қоса алғанда. Минус 5-тен 4-ке дейінгі сан аралықтары минус 5 пен 4-ті қоса алғанда жауап. Қандай сұрақ қойсақ болады? Қай бізге айтылмайған мәліметтері? Не себепті? Неге ол аралықтан жауап қалды? Неге дәл осы жауапты, иә, жауап қалып тұрмыз? Себебі бізге берген есепте 0 екен. Берген теңсіздік нөлден кіші болады. Келісеміз ба? Жақсы отырағанда. Дұрыс жауаппен сәйкестендіреміз. Жауабымыз бар ма бірінші? Иә. Келесі жұп. салып интервалдарға бөлеміз. Яғни бізде плюс минусын анықтау үшін бізде аның мәні жазамыз. Яғни бізде аның мәні плюс болғандықтан плюс минус жалғастыра береміз. Яғни бізде жауабы минус жетістіктен минус жетпейді, минус екіден бірге дейін. Қандай сұрағымыз бар? Жауабы дұрыс айтқан жоқ. Қалай айтылады? Бер. минус жетістіктен минус жетпейді, бірге де минус екіден бірге дейін. Сосын координаталық түзуде интервал қатаң болғандықтан ол боялмайды. Дұрыс айтасың. Нүкте бізде не істелмейді? Боялмайды. Тағы да сұрақ, не себепті біз дәл осы аралықты жауап қалдық? Яғни бізде Өйткені олардың несі нөлден кіші. Берген теңсіздік кіші. Жақсы, жарайсыңдар. Жауабымыз бар ма? Яғни Бізге берген бөлшекті әр қатаң теңсіздікті әр жақшаны жеке нөлге теңеп аламыз. Теңейміз ба, теңестіреміз ба? Теңестіреміз. Әрбір жақшаны нөлге теңестіріп алғаннан кейін ол жерден шыққан әдетті координаталық түзуге түсіріп интервалдарға бөліп шығамыз. Бізде аның мәні плюс болғандықтан интервалдың ең соңғы бөлігінен бастап плюс таңбасы қалаймыз. Минус плюс жалғасып кете береді.
Biz жауапқа минус шексіздіктен минус 3-ге дейін, 1-ге де 5-тен 7-ге дейін жауапталық себебі бізде берілген тексіздік нөлі кіші болғандықтан минус аралықтар жауап қалды. Бізге берілген есеп қатаң емес теңсіздік. Бұл жерде біз қысқаша формуласын қолдандық. Содан соң біз дискриминантты және де біз бұл жерде координаталық тізбекке салып интервалдарға бөлдік. Бізде аның мәні 4 үлкен болғандықтан біз оң мәнді жауап қалдық. Жауабы 2 плюс шексіздікке дейін 1-ге де 1-ге дейін жауапқа, иә. Енді балар келесі мен тағы да сендермен топтық жұмыс пазл ойынын ойнағым келіп отыр. Яғни пазлды білеміз, біз кішкентайымызда пазл ойнағанбыз. Яғни бізге берілген теңсіздік 2-2 аяқтың квадраты 1-ден үлкен теңсіздікке берілген балар. Біз квадрат теңдештен басталған квадрат теңдеу, оны теоремасы арқылы жаңағыдай квадраттық функция арқылы шешкенді білеміз. Енді мен осы берілген бір есепті бірінші топқа квадрат теңдеу арқылы шешкен пазлды беріп отырмын. Балалар мұнда жиналамыз. Бұл пазлда артық несі бар, бөлшегі бар. Яғни біздің жауапқа кірмейтін бөлшегі бар. Оны не істемейміз? Жауапқа алмаймыз. Келесі бізде пи теоремасы біз білеміз, өткен болатын балалар есінде. Пи теоремасы арқылы шешетін боламыз. Тағы да сендер дәл солай артық пазлға бізге үшінші топта квадратты не арқылы функция арқылы шешетін боламыз. Білеміз, ол жақта дұрыс емес нелерінде бар, бөлшегінде бар. Бізге берген теңсіздікті біз бірінші квадрат теңдеуге келтіріп аламыз. Бізде квадрат теңдеуге келген екен, мына жерге келді. Енді ол дискриминант арқылы табамыз. Бізде дискриминанттың мәні 0-ден үлкен болғандықтан біз оның x1 мен x2-ін табамыз. Сонда бізде x1-дің мәні минус 1 шығатын болса, бізде x2-ның мәні минус 3 шығады. Сонда біз оны координаталық сызыққа түсіргеннен кейін оны интервалдарға бөлеміз. Интервалдарға бөлгенде бізде оң таңбадан басталып тұр. Себебі бізде а-ның мәні 0-ден үлкен болғандықтан біз оң таңбадан бастадық. Содан ары қарай жалғыз кете береді. Бізде берілген біздің жауабымыз минус шексіздіктен 3-ге дейін санаралықтары және 1-ге де минус 3-тік. Минус 3-ге дейін санаралықтары 1-ге де минус 1-ден плюс шексіздікке дейін санаралықтары. Бізде артында шыққан сурет бізде теріс төгеді. Бізде қандай бейне берілген екен сурет бірлік күн. Яғни біздің алдымызда 1 мамыр бірлік қаралық бірлік күні берді. Бұл туралы қысқаша мәлімет. 1 мамыр Қазақстан үшін белгілі күн. 1995 жылы біздің алғаш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жариялы түрде 1 мамырды бірлік күні деп жариялаған. Біз алдағы келе жатқан 1 мамыр 30 жылдығын тойлаймыз бірлік күнінің. Қазақ Майдан қаласында 130-дан астам ұлт өкілдері. Біздің Қазақстанда 130-дан астам ұлт өкілдері бар. Жарайсыздар. Келісеміз ғой, балалар? Бізге берген есеп квадрат теңсіздік. Біз бұл есепті шығару үшін алдымен тақтада көрсетілген бұл квадрат теңсіздікке келе болады. Одан соң дискриминантты таппайық. Квадрат теңсіздіктің екінші екі мәндерін тауып аламыз, яғни x1 мен x2-ді тауып аламыз. Одан соң біз яғни теоремасын өзінде қалай еді бізде, иә? Егер x1 мен x2-ні қоссақ, минус 1 яғни b-ның мәні. Ал x1 мен x2-ні көбейтсек, b-ның мәні яғни с-ның мәні береді бізге, иә? Біз бұл теоремасын алдыңғы сабақтарда өткен болатын. Сондықтан біз бұл есепті өте жақсы білеміз. Біз бұл жерде шыққан минус 1 мен минус 3-ті сәулеге салып, интервалдарға бөліп шыққан. Біздер мәнге аның мәні плюс болғандықтан оң мән, теріс мән болмай болады. Бізге берген теңсіздік үлкен
алып қаламыз. Сонда жауабы минус шексіздіктен минус 3-ге дейін, минус 1-ден плюс шексіздікке дейін. Ал қағылды бағытта бізде 7-ші мамыр отан қорғаушылар күні туралы сурет берілген. 7 мамыр отан қорғаушылар күні. 1911 жылы 7 мамырда тұңғыш президентіміз ұлттық қарулы күштерді құру жарлыққа қол қойды. Осы тарихи оқиғадан кейін жыл сайын аталып өтетін мерекеде әскерлер, шендер мен наградалар марапатталу дәстүрге айналды. Бізге берілген экономик-бөліктің қосындысының квадраты бірден үлкен болып берілген. Біз бұл теңсіздікті квадраттық функция құру арқылы шешеміз. Яғни біздегі квадраттық функцияның негізгі формуласы e тең a жақша ашылған x плюс m квадрат плюс n. Яғни бізде m-нің және n-нің мәндері қарама қарсы бағытқа ауысады. m-нің мәні x-ті қабылдаса, ал n-нің мәні y-ті қабылдайды. Сонда минус 2 мен минус 1-ді қиылысқан нүктесі бізде графиктің төбесі болып табылады. Бізде квадраттық функцияның графигі парабола. Біз парабола жүргіземіз. Сол парабола жүргізілген парабола x осіндегі минус 3 және минус 1 нүктелерін қиып өтті. Және біздегі екінші ширектегі игілік осі оң мәнді қабылдаса, үшінші ширектегі игілік осі бұл бізде теріс мәнді қабылдап тұр. Теңсіздік бізде 0-ден үлкен болғандықтан біз оң аралықтарды жауап қалдық. Яғни бізде жауабы минус шексіздіктен минус 3-ге дейін және 1-ге де 1-ден плюс шексіздікке дейінгі саналықтары. Тезде сурет тұрып қысқаша айтыңызшы. Бізге шыққан сурет 9 мамыр жеңіс күні. Бұл мемлекет 1941 және 1945 жылы өткен ұлы отан соғысы жайлы айта алады. Яғни бізде Рахымжан Қошқарбаев жауыздыққа тіктен. Және Әлия Молдағұлова, Маншук Маметова сынды қазір қыздары осы соғысқа аттанған. Бізде әрдайым бір сұрақ туындаса өмірімізде, оны біз нені білуіміз керекпіз, жан-жақты шешімін не істеу керекпіз, қарастыру керекпіз. Бізге бұны соңында үйретіп отыр. Математика тек қана есеп емес, ол бізде көп шешім. Яғни бір ғана неге тоқталып қалмаймыз, біз оны несін қарастыру керекпіз, жан-жақты нұсқасында қарастырып отыру керекпіз. Балалар, мен сіздер қазір осыны есепке жеткізіп келіп отыр. Түсінікті ма? Яғни сіздер өсіп келесіздер. Мен сөйлей беремін, сіздер балалар интервалация арқылы оқулықтағы деңгейлік тапсырманы орындайтын боламыз. Әжім комиссияға жеке жұмыс берілген отыр. Дәптеріне бізде белгісіз x айнымалы тұр. Осының орнынан мықты қозғалады бізде. Дұрысынан қойған уақытта бізде жауабы шығу қажет болады. Түсінікті ма? Келесіде. Алдыдан сұхбат әдісі арқылы қима қағазды тез айнекен. Bir ауыз сөз айтсаңызшы. Bir ауыз сөз. Екі есеп, екі ұпай қоямыз. Сізге ұнады ма? Иә, маған тақырып ұнады. Бүгінгі тақырыптың сіз үшін қандай маңызы бар деп ойлайсыз? Бұл тақырып маған болашақта көмектеседі деп ойлаймын. Бүгінгі үйренгенім мен теңсіздікті бір тәсілмен ғана емес, бірінші үш тәсілмен, жан-жақты тәсілмен шығаруды үйрендім. Осы тақырып бойынша тағы не білгім келеді. Менің тағы да амалдар болса, тағы да қарастырып